Отбасың аман болса мың бақыт, қазыналы үй береке. Атаның жүрсе тілеушің болып, үйіңде мереке. Ей, жан-жарың жүрсе жалауың болып, ұл-қызың жүрсе жаныңда. Сен бақыттысың, осы айтқан менің отбасың барыңда. Бір күні Таңатбай көңілді қоян әнін салып келе жатады. Келе жатып жолдан сәбіз тауып алады. Қоян қуанып кетіп, вау, қандай сәтті күн, мен осы сәбізді көптен аңсап жүр едім, алдымнан топ етіп шыға келді ғой деп. Қоян бақытты болып сәбізді құшақтап үйіне қарай жол тартады. Қоян үйіне жақындаған кезде алдынан күшік шығады. Күшікті көрген қоян қорқып құшағындағы сәбізін тастап қаша жөнеледі. Сол кезде күшік сәбізін тастап қашқан қоянның сәбізін алып, қоян жаққа қарай бет алады. Қоян, мен саған сәбізіңді алып келдім, деді күшік. Қоян шығып, сәбізін құшағына алып, бақыты екі еселеніп қуанды. Күшік, саған көп рахмет, жақсылығың алдынан шықсын, деп рахметін айтып кіріп кетеді. Ал күшік болса өз үйіне жол тартады. Келе жатып, күшіктің алдынан үлкен сүйек шығады. Сүйекті көрген күшік көңілді қоянның айтқан рахметі есіне алып, қуанып, сүйекті алып үйіне қайтады. Асырсап ойнаған, ойынға тоймаған, тек қана тамақтың тоқтығын ойлаған, нұр төгіп айналам, құлпырып жайнаған, бақытты балалық шақ. Нұр төгіп айналам, құлпырып жайнаған, бақытты балалық шақ. Бақытты балалық шақ, тәттісін еткен, бақытты балалық шақ, шуағын көккен, бақытты балалық шақ, көңілім көккен, бақытты балалық шақ, қызықпен өткен, бақытты балалық шақ. Бүгін біз амбиласымен әтті ертеміз круасан пісіреміз. Ол үшін бізге қамыр керек. Және де бетіне әдемі үшін мен айқаладым. Және де ішіне мәжік сәті болсын деп шыққат саламыз кеткен болар еді. Және он сосын бұл қауымыз шағымыз. Обилайын сәліміз. Ашайды.